Алматы қаласында тарихи сәт. Қайрат пен Реал Мадрид достық ойыны. Жай футбол емес, күлкіге, қымызға, айтысқа толы қазақы тойға айналды. Жанкүйерлер стадионға жиналуда, ал әлем жұлдыздары алаңға шығуға дайын. О, жоқ! Жанкүйерлер Беллингемге қымыз ұсынуда. Bir ұрттап көр, алаңда шаршамайсың. Оу, бұл Red Bull емес пе? Жоқ, дәмі мүлдем басқа екен. Мұна ішкеннен кейін, әжетханаға жақын жерде ойнау керек шығар. Стадионға кірген қойлар ойынды тіпті циркке айналдырып жіберді. Реал ойыншылары доппа, қойма ажырата алмай қалды. Бұл не қылған тактика? Бұл біздің жаңа қорғаныс жүйеміз. Қой прессинг. Мбаппе дриблинг жасаса, біздің қойлар бе деп тоқтатады. Бұл біздің мини-доп. Бірақ теппейміз, жейміз. Бауырсақ қазақтың чипсисі. Bir бастасаң тоқтай алмайсың. Мбаппе мырза, жылдамдығыңыз рұқсат етілген межеден асып кетті. Қазақстанда алаңда да, жолда да тәртіп бір. Мен әдеттегідей ғана жүгірдім ғой. Әдетіңізді Мадридте қалдырыңыз. Сіз Қазақстандасыз. Мұнда жылқыдан озғандарға міндетті түрде айып бұл. Осы айып пұлды бір аптада төлесең, саған қымыз тегін береміз. Қақпаны қорғаудың орнына Куртуа жанкүйерлермен қымыз ішіп пойға кірісіп кетті. Ал алаңда Қайрат шабуылға көшіп жатты. Қымызға масайып кеткен Куртуа қақпада тұра алмай қалды. Сол сәтті пайдаланып, Қайрат шабуылшысы айып алаңынан топты теуіп, қақпаны дәл көздеп, гол! Есеп теңесті. Гол! Қайрат Реал кең түсті. Міне, қазақ футболының қымызбен жасалған кереметі. Көрдіңдер ме? Бауырсақ жегеннің күші осы. Қақпашы қақпасын емес, қымызын қорғап жүр. Ал алаңда Қайрат тең есепке жетті. Қақпа қайда өзі? Әне бір ағый ме? Мұна сусынды Мадридке апарамын. Киіз үйдің іші думанға толды. Футбол ұмытылып, қымыз бен бауырсақтың арқасында алаңнан мейрамханаға айналған нағыз қазақы той басталды. Жігіттер, Мадридке осындай киіз үй апарып алайықшы. Бернабеу стадионында гол соққан сайын, қымыз ішіп, бауырсақ жеп тойлаймыз. Мен осында қаламын. Киіз үйді арендана бересіздер ме? Тіпті Қайратпен контрактқа қол қояйын. Айлықты евромен емес, қымызбен бауырсақпен төлесеңдер жеткілікті. Алматыдағы ойын тарихқа, достық дербіден гөрі қазақы той ретінде енді. Қымыз ішіп, бауырсақ жеп, шапан жамылған Реал жұлдыздары Мадридке емес, киіз үйге ғашық болып қайтты. Футбол тең аяқталды. Бірақ көңіл көтеруде Қайрат әлем чемпионы атанды. Достар, сіздер ойын осылай аяқталуын қалар медіңіздер? Пікір жаза кетейік. Каналға тіркеле кетіңіздер.